Қазір сіздерге уәде берген нәрсемді орындайын деп тұрмын. Профилімдегі ссылка арқылы Кинопоискқа тегін интернетсіз рекламасыз кино көру үшін тіркеліп алдық, иә? Ал енді бір ай өткеннен кейін қалай аккаунтты өшіріп тастаймыз немесе подписканы тоқтатып тастаймыз, соны сіздерге көрсетейін. Бұл үйдегі қосымша телефон. Осы телефонға да алдын сіздерге Кинопоискқа тіркелуді көрсетіп едім. Қазір енді сол аккаунтты өшіріп тастайтын боламыз. Бұл Android. Кинопоискқа кіреміз. Мына шетте астында профиль деген тұрады, соны басамыз. Қараңыздар, Диана Сабырханова деп менің аккаунтым тұр. Настройки деген тұр, соны басамыз. Осының соңғы жағына өтсеңіздер, удаление аккаунтта тұр. Басамыз. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар. Мына жерде қазір жазылып тұр. Егер аккаунтыңызды өшірген жағдайда дәл осы тіркелген номеріңізбен бір ай бойы тіркеле алмайсыз. Яғни аккаунт өшіргеннен кейін қайттан тіркелу деген нәрсе болмайды. Тіркелсеңіздер болады, тек басқа номермен. Получить код подтверждение деп тұр, соны басамыз. Подтвердить дегенді басамыз. Сары жазуды удалить аккаунт дегенді басамыз. Болды, осымен аккаунттарыңыз бүтіндей өшіп кетеді. Ол жерде сіздердің енгізген банк карточкаларыңызда, Каспий ма, халық па, неважно, барлығы өшіп кетеді. Бірақ бір айдан кейін де рахаттанып кино көріп, еще Яндекс Музыкадан тегін музыка тыңдап жүре берем десеңіздер, айына 1500 теңгеден ғана алып отырады. Болды, 1500 емес, 1490 теңге. Тез менің профилімдегі ссылкама кіріп, Кинопоискқа бір ай тегін тіркеліп алыңыздар да, бір ай өткеннен кейін дәл осылай профильдеріңізді өшіріп тастасаңыздар болады. Өшіргілеріңіз келмесе, айына 1490 теңгеден алып отырады. Ал тек менің оқырмандарыма ғана пайдалы болсын, Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл.